Менің каналыма қош келдіңіздер. Етпен бүгін орама пісіреміз. Бізге бұл үшін 2 жуа, 2 картоп, 1 сәбіз, асқабақ керегіңше 1 сарымсақ қостым. Сонымен қатар бізге ет керек болады. Менде майлы ет, тартқыштан өткізілген ұсақталған ет. Бұдан кейін қамырымызды илейміз. Ол үшін бізге ұн керек, тұз керек, су керек болады. Бәрін біріктіру арқылы қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Қамырымыз иленіп болғаннан кейін оны 10-15 минутқа тұндырып қоямыз, ең қандырамыз да. Одан кейін фарштарымызға асқабағымыз бен сарымсағымызды турап саламыз. Одан кейін картошкамызды саламыз. Одан кейін үстіне жуамызды саламыз. Бәрін кубиктап тураймыз. Маған кубиктаған ұнайды, мясорубкадан өткізген ұнамайды, сондықтан осылай қолмен тураймын. Одан кейін бұрышымызды, тұзымызды саламыз. Одан кейін сәбізімізді саламыз да барлығын егжей-тегжейлі араластырамыз. Илеген қамырымызды қайтадан 15 минуттан кейін тағы кері қайтара илейміз. Қойып қоямыз жазуға ыңғайлы болу үшін.
тойымды, ешқандай машақаты жоқ. манты болғыңыз келмесе осылай тесікті орама жасай берсеңіз болады.